Okay, welcome back, guys. Welcome back, everybody. Um, I know, we had a lot of problems here. Hello, Dida. Hello again. Осы жолы енді презентациям ауысады деген үміттемін. Кешірім сұраймын, достар. Ыыы, техникалық ақаулықтарға шынымен де адам ешқандай әсер ете алмайды екен. Осы техникаға бәріміз зависим болып отырғандықтан тек қана окей деп қана отырамыз. Бірақ, достар, дәл қазір мен сіздерге 15 минуттың ішінде 12 шақты 4 түрлі планетаға бөліп 15-20 минуттың ішінде үйреніп аласыздар. Және де ешқашан ұмытпайтындай боласыздар. Каждый раз осы шақтарды естеріңізге түсірген кезде, мисс Балдың галактикасы бар еді ғой, планеталар бар еді ғой деп есептеп отыратын боласыздар. Okay, let's wait for others to join. Басқалардың тағы да енді жиналғанын күтейік. Жаңа бір 50 шақтадан болып отыр едік. Жоғалтып алдық қой. Давайте, let's wait for others. Соңғы рет, достар, бұл жолы бәрі көрінеді енді. Мына слайд уже сіздерге кәдімгідей жындарыңызға тиіп отырған шығар тауы. Okay. So let's look at these 4 planets while we wait for others. Жалпылама мен негізі өзімді таныстырмаппын ғой ешкімге. Осы тұста мен өзімді таныстырып өтейін. Мен есімім Мисс Бал, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Мен осы Джизингта 2 жылға жуық уақыттан бері сабақ беріп келе жатырмын. Видео сабақтардан сабақ беремін. Егер бізде қарасаңыздар, искренний зрительмін ғой дейді. Болды, құралай. Сен менің number one фанымсың десе. Окей. Мен Джизингта 2 жылға жуық уақыттан бері сабақ беріп келе жатырмын. Және де осы 2 жыл жуық уақыт ішінде мен 3000-нан астам студентке сабақ берген екенмін. Жалпылама beginner'дан бастап upper intermediate-ға дейін барлық левелдарда сабақ беріп көрдім. Және де менің ең жақсы көретін тақырыптарымның бірі бұл шақтар. Мен шақтарды өте қатты жақсы көремін. 5 адам ба дейді ма? Өзіміз отырайық та, өзіміз отырып шай ішейік, достар. Жалпы осы 12 шақты мен кішкентай кезімде үйренген кезде өте керемет бір структурамен үйреніп алдым. Және де осы структураның арқасында мен қазір еш қиналмай осы шақтарды толық білемін. Қосылыңыздар, достар. Біз жаңа сіздермен бірге егер қосылған болсаңыздар кішкене атап өткен болатынбыз. Galaxy of Tenses, яғни шақтар галактикасын мен жалпы 12 шақты 4 түрлі планетаға бөлдім. Осы 4 түрлі планетаға бөлу арқылы енді мен сіздерге қазір осы 4 түрлі планетаға саяхаттайтын боламыз. Мысалға, бірінші планетаға барған кезде сол планетаның адамдары қандай екенін анықтаймыз. Тура сол сияқты 4 планетаға да барамыз. Және де сабақтың соңына дейін отырсаңыздар, достар, мен сіздерге арнап қойған тосын сыйым бар. Сондықтан сабақтың соңына дейін отырыңыздар. Бұл сабақ сақталады, достар. Егер бір рет сабақ бізде сақталмай қалса, онда менің атым Мисс Бал болмай кетеді. Бізде всегда сабақ сақталады, жарай ма? Еш уайымдамай, біздің кез келген YouTube болсын, Zoom болсын, Meet болсын, Instagram болсын, бәрібір егер ол сабақ болса, ол міндетті түрде сақталады. Okay? So, давайте енді бастайық. Жаңа айтып өткенімдей, бізде 12 шақтың бізде әртүрлі левелдарды өтетін едік біз, дұрыс па? Мысалға, elementary левелында, pre-intermediate левелында деген сияқты әртүрлі өтетінбіз. Ал қазір аз уақыттың ішінде осы 4 планетаға біз саяхаттаймыз. Давайте, бірінші алғашқы планетаға барайық. Бұл бізде алғашқы планета simple планетасы деп айтылады. Simple. Жалпы білеміз, бізде present simple бар, past simple бар, және де future simple бар. Бұл 3 шақтыда сіздер ең алғашқы elementary деңгейінен өтетін болғансыздар. Енді simple планетасының адамдары қандай екенін мен сізге қазір айтып беремін. Simple планетасының адамдары олар өте қарапайым адамдар. Ол қарапайым адамдар, олардың қарапайымдылығы сондай, олар тек қана факттарды айтады, Олар салауатты өмір салтын ұстанады, және де тек қана факттармен сөйлейді. Олар ешқашан өтірік айтпайды, ешқандай оларға не керек емес, ұрыс керіс керек емес, олар тек қана жасайды и болды. Okay, өте тіке. So these people who live here in this planet, they live in the moment, keep things straightforward and love routines. They talk about facts, habits and specific events. Давайте енді жеке-жеке тоқталып өтейік. Қазір мен әр планетаға барған кезде сіздерге осы шағын, өткен шағын және де келер шағын түсіндіретін боламын. Сондықтан, каждый планетаға барған кезде осы 3 моментті қараңыздар. Бұлай қараймыз. Дәл қазір сіздердің отырған моменттеріңіз бұл осы шақ. Кешегі болған күн, бұл өткен шақ, және де ертеңгі болған күн, бұл келер шақ қой. Тура жаңа ситуацияның бәрін осы 3 түрлі күнге қоямыз. Енді біздің ең алғашқы осы present simple'дан бастаймыз.
бұл осындай адамның түрі деп қараңыздар. Бұл адамның түрлері, бұлар рутинаны жақсы көретін адамдар, олар ұрыс-керісті ұнатпайды, тек қана по факту сөйлейтін адамдар. Давайте сіздер осыған мысал келтіріп беріңіздерші маған, қалай біз осыларға present simple-ға мысал келтіреміз. Қанекей? For example, I drink coffee every morning. Мен әр таңертең күні мен кофе ішемін дейді. Яғни бұл менің күнделікті рутинам. Тағы қандай сіздің күнделікті рутиналарыңыз бар, айтып өтсеңіздер комментарийға. For example, the earth revolves around the sun. Жер күнді айналады мысалға. Осыған қарасаңыздар да, бұл да бір өзгермейтін нәрсе. I go to work every day дейді Айзат. Керемет. Бұл да бізде рутина, яғни Айзат ол бізде осы өте қарапайым жан, ол күнделікті осы әрекетті қайталайды екен. Дұрыс па? Енді келесі бұл бізде past simple. Past simple деген адам бұл осы планетаның бір өсек айтқышы, әңгіме айтқышы бұлар. Олар өсек айтқанды, әңгіме айтқанды өте қатты жақсы көреді. Олар барлық затты прям детально айтып береді ғой. Мен кеше солай жасадым, сағат осыншадан осыншаға осындай нәрсе жасадым, мен иістім, бүйттім деп әрі мақтаншақ бұлар, әрі өсек айтқыш қой. Өсек айтқанды өте қатты жақсы көреді және де мақтаншақ бұлар. Мысалға, I visited Paris last year. Мен алдыңғы жылы Парижге барғанмын. Ол жақта не істедім? I ate croissant. Мен ол жақта круассан жедім. Мен иттім, мен бүйттім, мен Брэд Питтпен кездестім деп айту мүмкін да. Сонда бұл өте мақтаншақ, әңгімені өлтіріп айтатын адамдар екен бізде. Окей? Және де жалпылама бұл кішкентай кезінде не істегенін есіне сақталып, мен кішкентай болған кезде солай жасап едім ғой деп өздерінің әңгімелерін айтып отырады екен. Яғни тек қана өсек айтады және де әңгіме айтады екен. Окей. Next, келесі адамның түрі бұл бізде future simple адамы. Бұлар арманшыл, қиялшылар бұлар. Олар армандағанды, план құрғанды өте жақсы көреді. Мен ертең осындай нәрсе жасаймын. Мен келер жылы точно Европаға саяхаттаймын. Мен кешке ыдыс жуып қоямын. Кәжіма мен кешке жуып қоямын дейді. Олар барлық істі болашаққа қалдырып қоя беретіндер. Бірақ бұлар да қарапайымдар. Олар план айтады, план жасайды, армандайды, осылайынан өздерінің бір арман мақсаттарымен айтып отырады екен. Окей, мен ойымша барлығы түсінікті болды, осы тұста бізде мен ойымша ешқандай проблема жоқ. Біз қарапайым адамдармен таныстық. Бұл жаңа айтқандай, бұл планетаның адамдары өте қарапайым, сондықтан бұл ешқандай да өте жақсы адамдар бұлар. Келесі бұл бізде continuous планетасы. Continuous дегеніміз білеміз, созылмалы іс-әрекет. Дұрыс па? Созылмалы іс-әрекет, яғни бізде бұл іс-әрекет бойынша адамдар моментте өмір сүреді екен. Олар всегда бір нәрсе жасап атады. Бұлар енді сылтау айтқыштар деп айтайыншы. Бұлар сылтау айтқыштар. Олар всегда сылтау айтады да жүреді. Яғни, біріне звондап қалсаң, не істеп жатсың десе, мен сабақ оқып отырмын, мен сенімен сөйлесе алмаймын. Кеше не істеп жаттыңыз? Мен сабақ оқып отырдым, кешірші, мен сөйлесе алмаймын. Ертең не істейсіз? Мен осы уақытта сабақ оқып отырмын. Андай всегда неден бір нәрсе жасап жатады екен. Қай кезде звондамасаң да, қазір звондасаң да, кеше звондасаң да, ертең звондасаң да, бұлар барлығы бір нәрсені жасап жатады екен. So the people who live in here are in the middle of doing something. They are busy, in motion and live for the now. Яғни, дәл қазіргі момент үшін өмір сүретіндер бұлар. Яғни, баяу, осы момент қана маңызды, не істеп жатқаның ғана маңызды деген нәрсені жүреді екен. Енді осы жақта өмір сүретін бір адаммен танысайық. Бұл бізде present continuous, Present continuous бұл бізде дәл қазіргі нәрсе. Яғни оған дәл қазір ол бір нәрсе жасап жатыр. Оны звондап қалсаң, бұл жоқ, мен сөйлесе алмаймын. Мен сабақ оқып отырмын. Сөйлесе алмаймын, мен кино көріп жатырмын, Яғни олар всегда бір нәрсені дәл қазір жасап жатады екен. Окей? Ал келесі бұл бізде екінші адамдардың түрі бар, олар past continuous. Жаңа айттық, бүгін, кеше, ертең деп қараймыз. Яғни сендер олар кеше не істеген айта береді. Яғни олар үшін всегда бір нәрсе жасап жатқан маңызды. Мен кеше осы уақытта өте қолым бос емес болып сабақ оқып жатыр едім. I was reading when you called me. Яғни жаңа айтып едік қой, өте бір сылтау айтқыштар, мен кеше не істеп жасап жаттым. Мен кеше сөйлесіп жатырмын, сол үшін мен сені вечеринкаңа бара алған жоқпын деп айтады, Кән, давайте өздеріңіздің мысалдарыңызды беріп көріңіздер. Кеше осы уақытта не істеп жатырдыңдар, маған бір сылтау айтыңдаршы. Неге кеше сабаққа кірген жоқсың осы уақытта деп айтайын да мен сіздерге. Сіздер маған соны бір сылтау айтыңыздар. Мысалға, I was reading.
I was reading. Мен кеше осы уақытта кітап оқып жаттым. Тақ қандай не сылтау айта аласыңдар маған осы тұста. Яғни бұл планетаның адамдары сылтау айтқыштар екен. Үнемі. Кешірші, мен бара алмай қалдым, себебі мен сөйтіп жаттым, бүйтіп жаттым. I was writing an essay. Very good. I was writing an essay. Мен бір эссе жазып жаттым, сондықтан мен сенің сабағыңа кіре алған жоқпын. Yeah? What else? Тағы да мысалдар келтіріңіздер. I was cooking. Yeah, мен сол үшін сабағыңа кіре алған жоқпын. I was cooking. I was walking with my sisters. Exactly. Мен сенің сабағыңа кіре алған жоқпын. Because I was walking with my sisters. Окей, бұл түсінікті болды. Онда келесі бұл бізде future continuous. Бұл енді ертең не істейтін уже. Бұл да сылтау айтады да. Ертең бір жаққа барайықшы, енді кеше кездесе алмадық, бүгін кездесе алмадық. Үнемі қолың бос емес. Давай ертең бір жаққа барайықшы. Ертең сағат 8-де бір жаққа барайықшы. Ой, кешір, мен ол уақытта осы нәрсені жасап жатамын. Иә? Тура структурасы ұқсас, тек қана бұл жақта енді will be деген сияқты мағынада қолданады екенсіздер. Яғни мен ертең осы уақытта сабақ оқып отырамын. Мен ешқайда шыға алмаймын. Иә? I will be working. I will be studying. Көрдіңіздер ма? Бізде future simple'ды немен қолданатын едік? Біз will мен қолданатын едік, иә? Ал be working деген как будто бір present simple'дың to-be етістігі сияқты. Және де осындай қолданамыз. Так, мына жақта маған мынандай сұрақ келді. 1 second. Sorry. Teacher past continuous пен past perfect continuous разниасын түсіндірші. Қазір айтамын. Бірінші сол планетаға жетіп алайық, сол кезде айтамын, иә? Яғни бізде past continuous адамдары мен кеше осы уақытта бір нәрсе жасап жаттым деген сияқты болатын еді ғой. Ал енді future'дікі болса мен ертең осы уақытта бір нәрсе жасап жатамын деген мағынаны білдіреді екен. Кәне енді осы тұста бірге маған бір мысал келтіріп жіберіңіздер. Яғни сіздер ертең осы уақытта не жасап жатасыздар? Не жасап жатасыздар? Не үшін мен ертең сабағыма кіре алмайсыздар? Иә? Кәні? Сылтау айтсаңыздаршы, достар. Сылтау айтқанға керемет едік қой біз деген бәріміз. Мысалға, ертең мен сен сабағыңа кіре алмаймын, себебі мен ертең жолда боламын. Мен бір жаққа кетіп бара жатамын. I will be going somewhere. I will be preparing for the party. I will be walking out at the time tomorrow. I will preparing for my exams at 3 o'clock tomorrow. Okay. Назима, be деген ұмытып кеттіңіз, бірақ қалған бәрі керемет. I will be preparing for my exams. Yeah? Окей, ғажап. Сонда ұмытпау керек нәрсе, бұл continuous планетасының адамдары үнемі to be етістікті қолданады, және де үнемі ing-ді қолданады. Егер осы екеуі қалып кетсе, онда сіздер бұл планетаға кіре алмайсыздар. Түсінікті ғой, Енді келесі бұл бізде perfect планетасы. Мен өте жақсы көретін планета бұл. Бұл жақтың адамдары, олар perfect, олар идеальныйлар. Бұлар ешқашанда қате жібермейтіндер. Бұлар үнемі, бұлар перфекционисттер, кстати, достар. Олар барлығының идеальны болып біткенін қалайды. They like to look back at what has already done and admire their accomplishments. Мақтанғанды жақсы көретіндер. Так, бізде қайталап өтейік. Simple планетасының адамдары өте қарапайым адамдар еді. Continuous планетасының адамдары, олар мыжың адамдар деп айтамыз, Олар всегда бір нәрсе жасап жататын адамдар еді, бізде дұрыс па? Сылтау айтқан жақсы көретін адамдар еді. Ал perfect планетасының адамдары, олар мақтаншақтар. Олар мақтанғанды жақсы көреді. Олар мен сол нәрсені жасап тастадым, міне результатым міне. Мен осы нәрсені бітіріп тастадым, бұлар міне менің результатым. Бұлар всегда мақтанғанды жақсы көреді екен. Мысалға, present perfect алайық. Яғни бұл планетада өмір сүретін жалғыз тағы бір адамның түрі, бұл дәл қазіргі шақпен өмір сүретін адам. Яғни осы шаққа дейін не істегендермен мақтанады. Осы шаққа дейін мысалға сіздер не істеді екен бұл? I have finished my homework. Яғни present perfect болып тұрғандықтан, олар perfect деген жаңа перфекционист деп атадық қой. Сол перфекционист, ол осы шаққа дейінгі перфекционист. Яғни мен дәл қазіргі моментке дейін мен аяқтап тастадым. Дәл қазірге осы сабаққа келгенге не істеп тастадыңдар? Мысалға, мен уже тамағымды жеп қойдым. Мен 2 кино көріп тастадым. Сонда бұл past simple мен бұл simple категориясында өмір сүретін адамдарға қарағанда бұның айырмашылығы, бұлар қашан жасағандарын айтқанын ұнатпайды, бұлар әйтеуір мақтанады. Осы моментке дейін оны жасап тастады, яғни результаттары қазір қолдарында бар. Дәл қазір олардың результаттары қолдарында бар екен. Түсінікті ғой? Мысалға, I have finished my homework. She has visited Japan 3 times. Яғни ол Жапонияда осы уақытын 3 рет уже барып қойған екен. Түсінікті ғой, Яғни бұлар деген present perfect деген адам, ол осы уақытқа дейінгі мақтаншақ етіп, мақтанғанын айтады екен. Ал енді past perfect болса, бұл өткен шақпен өмір сүретін адамдар еді ғой. Өткен шақпен өмір сүретін адамдар сол өткен шақта белгілі бір моментке дейін жасап тасқан заттармен мақтанады. Қазір олар ештеңемен
қазір ол ештеңемен мақтана алмайды да, потому что одан кейін ештеңе жасаған жоқ, сондықтан ол белгілі бір уақытқа дейін жасағанмен мақтанады. Мысалы, кеше былтырға дейін мен не істеп едім? Мен былтырға дейін былтыр осы Алматыға көшіп келгенге дейін мен Астанада 3 жыл тұрып қойған едім. Мен басқа нәрсемен мақтана алмаймын, себебі мен уже өткен шақпен ғана мақтана аламын. Мысалға, тағы не айтуға болады? Мен I had already eaten before they arrived. Мен мысалға, олар қазір күшті тамақ жеп жатыр да. Мақтана алмай жатырмын да, мен қалай мақтансам болады? Мен айтамын да, олар келіп қойғанға дейін мен тамақ жеп қойдым уже. Олар өткен шақта келіп қойды ғой, мен қазіргі затпен просто мақтана алмай тұрмын да, мен одан кейін ешқандай жетістікке жеткен жоқпын. Сондықтан мен олар келгенге дейінгі нәрсемен мақтанып жатырмын. She had finished her book by the time we got there. Біз ол жаққа жеткенше ол уже кітабын бітіріп тастаған. Көрдіңіздер ме? Яғни біз жаңа айтып едік қой, бүгін, кеше, ертең деген структурамен қараймыз. Яғни бұл кешеге дейінгі болған затты белгілі бір өткен шақтағы моментке дейінгі өзінің заттарымен мақтанады екен. Давайте осыған мысал келтіріп көріңіздер сіздер. Мен ойымша кішкене түсініктірек болып бастады. Жаңа айтқандай, бұл планетаның адамдары, олар перфекционисттер. Олар үнемі бір нәрсені аяқтайды. Яғни результатқа жұмыс жасайтындар. Бірақ оның результаты осы шақта болуы мүмкін, оның результаты өткен шақта болуы мүмкін, немесе оның результаты келер шақта болуы мүмкін. Сондықтан давайте сіздер өздеріңіздің бір нәрселеріңізбен мақтаныңыздар. Okay, they had not seen one second. I had cooked before my mom came. Cooked болады, Айзат. Сіз иди жалғайсыз бұл нәрсеге. They had not been ready when we came to home. Very good, Нұрсәуле. I had got third place on Olympiad. Енді сіз арайлым осыған өткен шақтағы бір затты қосыңыз, окей? Мысалға, сіз егер Олимпиадаға 3-ші орын алсаңыз, сол 3 жыл бұрын алып қойсаңыз, бітсеңіз болады. Мен 10-ші сыныпқа өтпей тұрып, мен Олимпиаданың 3-ші орын алып қойған едім. Потому что сіз ол өткен шақта белгілі бір моментті қою керек боласыз. Одан кейін жетістікке жеткен жоқсыз, потому что. Келесі, I had finished my homework. Okay, I had finished my homework. Молодец. Бірақ это тоже сіз Гоха, қателеспесем, или Роха, не знаю. Сіз осы өткен шақта бір белгілі момент қойыңыз. Сіз сабағыңызды бастамай тұрып, мен уже homework'ын бітіп тастаған едім. Себебі уже мақтанып тұрсыз ғой сіз, осы уақытқа дейін. Okay. Next, future perfect. Future perfect дегеніміз бұл бізде енді болашақта өзінің, бұның ешқандай жетістігі жоқ та, пока что достар. Бұл енді болашақта болатын нәрсесімен мақтанайын деп жатыр бұл. Әлі жасаған жоқ онда, енді болады бұл нәрсе. Бірақ сонда да мақтана береді ғой. Мысалға айтады, I will have graduated by next June. Қазір оның әлі универ бітірген жоқ, мектеп бітірген жоқ ол әлі. Просто айтады, мен келесі жылға дейін мен уже университет аяқтап тастаймын. Одан басқа жетістігі жоқтығын айтатын байқайсыздар ма сонда? Ол болашақтағы өзінің жетістігімен мақтанады екен. Келесі, they will have finished the project before the deadline. Дедлайнға дейін әлі 10 күн бар. Олар әйтеуір дедлайнға дейін бітіріп қояды. Яғни бұлар да перфекционист қой. Олар сол нәрсені жасайды, бірақ әлі жасаған жоқ, олардың ешқандай жетістігі жоқ, сондықтан олар болашақта айтады. Мысал келтіріңіз екен, достар. Давайте. Мақтаншақ болсаңыздаршы, болашақта мен осылай бітіріп тастаймын, осылай жасап тастаймын деп мақтаныңыздаршы қана. Мысалға, келесі жылға дейін мен 3 мемлекетте болып тастаймын болса, онда мен мақтанып тұрмын. I will have got high scores from UNT. Very good. Молодец, арайлым. I will have finished pre-intermediate level next month. Amazing, Айзат. I love it. Next, I will have finished my judoing course next year. Okay, көрдіңіздер ма? Сіздерде әлі потому что бұл жетістік жоқ, бірақ сіздер мақтанғыларыңыз келіп тұрды, сондықтан сіздер болашақпен айтады екенсіздер. Түсінікті, достар, сонда бізде simple планетасының адамдар, олар қарапайым, олар барды бар, жоқты жоқ деп айтатын адамдар. Continuous планетасындағы адамдар, олар бізде сылтауы көп адамдар, Сен не істеп жатсың? Бірдеңе жасап жатыр, мен қолым бос емес. Олар всегда былжырақ, мылжың адамдар, және де perfect планетасының адамдар, олар перфекционисттер. Олар всегда өзінің жетістігімен мақтанушылар, Okay, I will take болса, Аружан, сіз тек қана simple болып кеттіңіз. Сіз қарапайым боласыз сіз. Қарапайым болмаңыз, по факту айтыңыз, мен алып қоямын уже деңіз. Себеп бұны қазақшасы мен алып қоямын уже бірінші орын десеңізші сіз. Сонда сіз I will have taken болады, Кәдімгі present perfect'ің структурасын қолданған сияқты, сон алдына will жалғайсыз тек. I will have taken first place.
мақтаныңыз, сіз тек қана мен алуым мүмкін болашақта емес, мен алып қоямын болашақта деңіз, иә. Мысалға Адель айтып жатыр бізде, I would have got 130 score in UNT exam дейді. Ол мақтанып жатыр. Мен ұбт-дан 130 балл алып қоямын. Достар, бірақ көбінесе уақыт айтыңыздар, жақсы ма? Уақыт айту керексіздер. Окей, next. Келесі енді, бұл планетаның адамдары енді өте қиын өмір сүретін адамдар бұлар. Бұл планетаның адамдары өте қиын өмір сүреді бұлар. Perfect continuous. Perfect деген перфекционисттер еді, иә? Ал continuous бізде мылжың адамдар. Яғни бұлар перфекционистке жетемін деп бұлжап жүрген адамдар ғой. Бұлар өздерінің іс-әрекеттерін бітірмегелі әлі бітірген жоқ. Себебі бұлар перфекционист та, бұлар идеально қылып жасағысы келеді, бірақ олар созылып кетті уже мылжыңда себебі. Яғни бұл адамдары процесте өмір сүргенді жақсы көреді бұларда. Ұзақ уақыттан бері. Ал енді обычный continuous олар бір нәрсе жасап жатады да, оларға результат маңызды емес. Оларға дәл қазіргі момент қана маңызды, иә? Жаңағы continuous планета адамдарына. Ал бұларға олардың бірнеше неден перфекционист болғандықтан бұлардан мына жағына көкірегі жібермейді да. Мен бұны жасап жатқаныма 3 сағат болды. 3 сағаттан бері деп солай мақтанады да, бұлар басқа мақтана алмайды. Яғни бұлар тек уақытпен ғана мақтана алады екен. Жаңағы біздің перфекттер олар результатымен мақтанатын еді ғой, дұрыс па? Мен осындай неде перфекттер, мысалға мен осымен мақтанам, мен осындай жетістіктерге жеттім, мен осындай жетістіктерге жетіп қоямын дейді да. Ал бұлар деген тұрады да, мен бұл нәрсені жасап жатқаныма 3 сағат болды деп мақтанады ғой. Мен бұл нәрсені жасайын деп жатқаныма деген сияқты қылып уақытпен мақтанады. Мысалға, present perfect continuous деген адаммен танысайық. Бұл біраз уақыттан бері бос емеспін мен саған процесс туралы айтып беремін. Яғни, допустим, мысалға, I have been working here for 3 years. Мен ешқандай результатқа жеткен жоқпын, бірақ мен 3 жылдан бері осы жерде жұмыс жасап жатқаныммен мақтана аламын. Иә? Мен басқа затпен мақтана алмаймын, мен ешқандай көтерілген жоқпын, немесе ешқандай бір жетістікке жеткен жоқпын, просто мен ұзақ уақыттан бері жасап жатырмын осы нәрсені. Сондықтан мен сонымен мақтанамын. Мысалға, she has been studying English since 2018. Ол 2018 жылдан бері ағылшын тілін үйреніп жатыр. Яғни ол әлі ешқандай жетістікке жеткен жоқ та, яғни ол результатпен мақтана алмайды. Мен болды, ағылшын тілін оқып біттім деп айта алмайды. Ол тек қана процеспен мақтанады. Яғни бізге бұл жақта мақтаншақ, бұлар да мақтаншақ, бұлар андай бірақ мылжың мақтаншақтар ғой. Қолдарынан дым келмейді, олар бір нәрсені ұзақ уақыт жасап жатады, бірақ олар тек қана уақытпен ғана мақтана алады. Түсінікті ма? Мен мына нәрсені жасап жатқаныма 3 жыл болды. Мен деген сияқты. I have been studying English since I was 10 year old, Молодец. Арайлым мысалға әлі 10 жасынан бері оқып жатыр да ағылшын. Ол басқа ештеңемен мақтана алмайды да. Мақтанатын заты оның не? Көңілің алып қалма, арайлым мысал ретінде өтіп бере ма? Оның мақтана алатын заты не? Оның мен 3 жыл 10 жасымнан бері оқып жатырмын деген затпен мақтанады, I have been studying English course since 2024. Көрдіңіздер ме? 2024 жылдан бері мен ағылшын тілін оқып жатырмын, I have been living here since I was born дейді. Мақтанатын зат сол ғана Нұр Сәуленің мысалға. Ұзақ нәрсемен айтады. Кетті, келесі present ол оңай, ал past perfecттер бұлар ол андай ностальгияны жақсы көретіндер. Анау Inside Out'ты білесіздер ғой, достар, не деп айтатын еді оның мультфильмнің орысшасы? Ойбай, ұмытып қалдым, анау жаңағы ennui, радость, злость, сол жақтағы бізде ностальгик бар ғой, ностальгия. Вот сол ғой анау. Өзінің бір нәрсені қанша уақыттан бері жасағанын айтады да. Мысалға мен былай жасайын. Мен ағылшын тілін мысалға 2 жыл бұрын оқымай қойдым да. Оған дейін мен 10 жыл болды ағылшын тілін оқыдым мысалға. Бірақ мен тоқтаттым да оқитынымды. Головоломка дейді, молодцы. Кішкене қартайын деппін мен де десе. Сол қараңыздар. Сол 10 жыл бойы мен 3 жыл бұрын тоқтап тастадым, бұл жерде мен 2021-ден кейін ағылшын оқымай қойдым да. Бірақ 2021-ге дейін мен 10 жыл бойы ағылшын оқыдым деп, мен ол вообще андай өтірік мақтаншақ қой. Мен қазір оқып жатқан жоқпын ше. Хотя present perfectер қазір де жасап жататын еді ғой, present perfect continuous'тер. Қазір де сол нәрсемен айналысып жататын еді. А бұлардағы өтіп кеткен заты мен мақтанады ғой. Тоқтап тастады оны үйренуінше. Жаңағы ағылшын тілін үйренуін тоқтап тастады, бірақ сонда да мақтанады ғой мен 3 жыл бұрын тоқтап тастасам да сол тоқтатқан моментке дейін мен 10 жыл бұрын оқыдым деп мақтанамын. Мысалға, they had been waiting for hours before the train arrived. Яғни олар уже пойыздары келіп, пойыздардың ішінде отырып кетіп қалды, бірақ сонда да оның мақтанатын заттары біз пойыз келгенге дейін 4 сағат күттік. Яғни бұл өткен шағы, яғни өткен шақтың өткен шағы ретінде қараймыз. Сонда
бұл зат олар уже күтпейді, олар отырып кетіп қалды уже пойыздарына. Бірақ сол пойыздар келген моментке дейін сонша уақыт күтіп отыр еді, Давайте сіздер енді осыған мысал келтіріңіздер, бұл кішкене қиындау болуы мүмкін, бірақ негізі оп-оңай болды. Мысалға, I had been working on the report when the power went out дейді. Окей, свет өшіп қалған моментке дейін мен өзімнің отчетым туралы жұмыс жасап жатыр едім. Көрдіңіздер ме? Бірақ мен тоқтап тұрмын ба, жасап жатқан жоқпын, жатырмын, бургер жеп жатырмын. Отчет жазбаймын мысалға жұмыста. Бірақ мен свет өшіп қалғанға дейін мен сонша уақыт бойы отчет жазып жатыр едім ғой. Мен мақтанатын затым бар мысалға. Қазір жазып жатпасам да, Окей, не дейді? She had been reading book when she was a child. She had been reading book when she was a child. Кішкене қателеу. When she was a child деген, ол кішкентай бала кезінде ол оқып жатты деу керек, дедіңіз ғой сіз. Ал сізге айту керек, осы уақытқа дейін, яғни ол іс-әрекетті аяқтап тастау керек. Яғни, ол осы апта кітабын жоғалтып алғанға дейін бір апта бойы кітап оқып жүреді. Ол кітабын жоғалтып алды, қазір оқып отқан жоқ, ол тоқтатты да өзінің іс-әрекетін. Бірақ сол кітабын жоғалтып алғанға дейін олар бір апта бойы кітап оқып жүрген еді. Түсінікті ме? Яғни бізге бұл іс-әрекет тоқтауы керек, белгілі бір іс-әрекет, оны сөйтіп қана мақтанамыз. Мысалға, I had been playing the dombra when I go to the dance дейді. Until I go to the dance болады, окей? Гоха. Сіз яғни былай айту керексіз. Мен биге барғанға дейін мен домбырада ойнап жүредім. Молодец. I had been playing soccer before my mom came. Молодец, very good. Нұрсәуле күшті затпен мақтанып жатыр. He had been studying on the juzing before he passed an IELTS exam. Okay, I like this. Very good. I had been cooking before my came. Okay, my mom came. Өте керемет достар. Мәссаған, present perfect continuous, past perfect continuous болу керек қой, sorry достар, present деген қалып кетті ғой жазуы. Бірақ түсініп тұрғандарыңыздай, бұл бізде, яғни өткен шақтың өткен шағы ретінде қарастырылады. Яғни мен белгілі бір нәрсені ұзақ уақыт жасадым, бірақ ол тоқтап қалды менде, оны әлі қазір мен жасамаймын. Бірақ мен сол осы біткен моментке дейінгіні мақтанамын ғой мен. Басқа мақтанатын затым жоқ та. Келесі енді future perfect continuous. Бұл мен осы планетаның мен всегда пландап жүретін адаммын. Яғни ертең белгілі бір уақытта не болып қоятынын мен білем. Мысалға, by next month I will have been living here for 5 years. Бұл нәрсе әлі бұл нәрсе болған да жоқ. Яғни бұл енді мақтанып жатыр. Мен қатып жатқан жоқпын ба достар? Белгілі бір нәрсе бұл бізде енді болады. Мысалға, келесі айда мен осы жақта тұрып жатқаныма 5 жыл болады. Бұл да біз процеспен мақтанып жатырмыз. Мен әлі жетістікке жеткен жоқпын. Мен жетістікке жететін ешқандай жетістігім жоқ. Мен тек қана процесімен мақтанып жатырмын. Мен осы жақта 5 жыл тұрып жатқаныммен мақтанып жатырмын, She will have been practicing for hours by the time the concert starts. Концерт басталғанша ол сағаттар бойы дайындалып жатқан болады. Яғни, мен қазір дайындалып жатырмын да, бірақ мен қазіргі моментпен мен қарапайым болғым келіп тұрған жоқ. Мен қазір дайындалып жатырмын ғой мысалға. Бірақ мен қарапайым болғым келіп тұрған жоқ та, мен кішкене тағы уақыт қосам да болашақтағы. Сол болашаққа уақыт қосу арқылы мен мақтана аламын. Яғни мен қазір енді бастадым да мен дайындықты, мысалы концертке. Бірақ мен I'm practicing деп айтсам, ол қызық емес болып қалады. Мен мақтаншақ болмай қаламын. Былай айтсам, концерт 3 сағаттан кейін концерт басталғанша мен 3 сағат бойы дайындалып жатқан боламын. Мен әлі олайды жасап та жатқан жоқпын. Бірақ мен енді жасаймын, мен сомен ғана мақтана аламын, Түсінікті ме, достар? Осы фичерді түсіндіңіздер ме? Яғни бұл қарапайым болғысы келмейді бұлар. Сондықтан да бұлар алдағы уақыттағы, болашақтағы өзінің жетістіктермен мақтанады. Окей, давайте сіздер құрастырыңыздар. Болашақта енді болатын затпен мақтаныңыздаршы, достар. Бір пәлен уақыттан кейін мен осы нәрсені жасап қоямын деп мақтаныңыздаршы маған. Мен мақтаншақ адамдарды жақсы көремін негізі. Қане? Әлі қатып жатыр ма? Мен де өзімде қатып жатқан жоқ, мына жақта көріп отырмын. By next 5 years, they will have been marrying for 20 years. Okay, pretty good, молодец. Яғни 5 жылдан кейін олар 20 жыл бойы. Okay, I like this, Нұрсәуле, very good. By next year, I will have been studying at Juzing for 1 year, Okay, молодец.
Гоха мен Нұрсәуле, Адель, Айзат, сіздер күшті түсініпсіздер, молодцы. I will have got studying abroad next year. Окей, давайте, Аружан, сіздікі почти дұрыс, былай жасаңыз сіз. I will have been studying abroad for не деп айтсақ болады, келесі жылға дейін сіз уже бірнеше ай бойы оқып қойған боласыз ғой сіз. Сонда айтасыз, келесі жылдың соңына дейін мен уже шетелде 3 айдан бері оқып жатқан боламын. Сіз, достар, результатпен мақтана алмайсыздар бұл жақта. Сіздер немен мақтану керек боласыздар? Сіздер процеспен мақтанасыздар, ұзақтығымен мақтанасыздар оның, дұрыс па? I will have been living in Astana for years next year. Молодец, Адель, very good. Яғни, мен процеспен мақтанып тұрмын. Сонда давайте бір қайталап өтейік, достар. Бірінші Simple планетасының адамдары, олар өте қарапайымдар, олар өтірік айтпайды, олар тек қана барды бар, жоқты жоқ деп айтады. Және де олар рутинасы бар адамдар, мен өстім, болашақта сөйтетін боламын. Continuous планетасының адамдары, олар Гоха деп тұр ғой енді десең. Continuous формасының адамдары, бұлар бізде қандай адамдар еді? Өздеріңіз айтып жүріңіздерші, маған көмектесіп жүріңіздерші. Қандай адам еді олар? Continuous планетасының адамдары. Сылтау айтатын адамдар еді, олар всегда сылтау айтады, олар мыжың адамдар еді, всегда бір затты мыжып, жасап отыра береді, very good. Келесі, бұл бізде Perfect планетасының адамдары, олар қандай адамдар еді олар? Олар перфекционистер еді, Тағы қандай деп атаймыз оларды біз? Немен мақтанады олар? Яғни олар результатпен мақтанады, дұрыс па? Окей. Және де Perfect Continuous планетасының адамдары, олар да перфекционистер, бірақ олар сонымен қоса мыжыңдар еді, дұрыс па? Олар немен мақтанатын еді? Олар енді результатмен мақтана алмайды ғой. Олар немен мақтанады? Олар өздерінің несімен мақтанады? Олар өздерінің процесмен ұзақтығымен мақтанады. Так, мына жақта I will have been studying abroad 3 months next year. Молодец, Аружан, керемет. She will have, бұнда has болмай ма дейді. Егер will тұрса, онда ол уже сол өзіне жаңағы бәрін қабыл алды деген сөз. Have бұл екінші ол кетеді. Окей, достар, келесі бұл бізде енді сіздердің кезектеріңіз. Мен жаңа айттым ғой сіздерге, мен сіздерге сыйлығым бар деп. Сіздерге арналған осы 4 тапсырмам бар. Яғни әр планетаның адамдарының өздерінің характеристикаларына сай осы затты орында, егер стористарыңызға жүзеңді белгілеп салатын болсаңыздар, біздің сіздерге арналған скидкаларымыз бар. Біздің курсқа деген скидка бар, және де жалпы тегін бонус гайдтар мен және де сізге бонустар беремін. Оның ішінде сіздерге арналған осы ағылшын тіліне қажетті сөздердің, сіздердің ағылшын тілі деңгейлеріңізді дамытатын кинолардың тізімін береміз, және де IELTS-қа дайындалғысы келіп жүргендерге арналған IELTS гайды бар, соны береміз, және де жалпылама сын есімдері бар, ең маңызды сын есімдері бар, сіздерге осындай не беретін боламыз, гайд беретін боламыз. Ол үшін сіздер осыны скриншотқа түсіріп алыңыздар, және де неге жазсаңыздар да бәрібір, дәптерге жазсаңыздар да, Word форматқа жазсаңыздар да, сіздер осыны салып сторисқа дұрысын, ең алғашқы дұрысын белгілеген адамдарға біз сыйлықтарымызды беретін боламыз. Жақсы ма? Алғашқы 3 адамға, 4 адамға сыйлықтарымызды беретін боламыз. Бірақ дұрыс жазу керексіздер. Өтірік жазуға болмайды, қателесуге. Окей, достар, скриншот жасап алыңыздар. Осымен бізде тегін сабағымыз өз мәресіне жетіп жатыр. Соңында мен сіздерге осыны айтқымыз келеді. The tenses teach us this. The past shapes us, the present is our gift, and the future is where our dreams take flight. Яғни бізде шақтардан үйренетін нәрсеміз өте көп. Олар бізде өткен шақ біздің өзіміздің табиғатымызды құрастырады. Осы шақ бізге сыйлық ретінде берілген, осы шақпен өмір сүру керек, және де біздің келер шағымыз, біздің армандарымыз бен мақсаттарымыз бізді жетелейтін шақ екен. Окей, сіздермен бірге болған Миспал және де Juice English курсы, достар, сіздерге бүгінгі сабақ ұнады деген үміттемін. Алдағы уақытта тағы да осылай сабақтарға қосылып отырамыз деген үміттемін. See you next time, guys. Bye, everybody. Bye, guys. Goodbye, everybody.